Біз өмір бақи, өзім бүйтем мысалы үшін соны айтар едім да, өмір бақи шәкірт позициясында. Кәдімгі мен оқушымын деген осы позицияда жүретін болсақ, любой нәрседен, мейлі жақсы адамнан да, жаман адамнан да, өмірдің жақсы да, жаман да жақтарынан біз сабақ алуға дайын болып тұрамыз. Ми соған дағдылана бастайды. Бірақ біз шәкірт позициясына өтпейміз ғой көбіне. Ол позицияда емес, бізге, енді білмеймін, кардене болатын шығар, тәкаппарлық болатын шығар, басқа нәрсе шығар. Қойшы, ол не біледі дейсің деп, тіпті кішкентай баланың өзі, сіз туған баланың өзі сізге кәдімгідей үйрете алады. Негізі баладан да көп нәрсе үйретуге болады да. Абай күшті айтады ғой, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деп. Шынымен де сізге ұнамай тұрған адамның өзінен сіз сабақ аласыз. Ойбай, оказывается, жаман көрінеді екен ғой, мен олай жасамаймын деген сияқты сабақ аласыз. Яғни өмір бақи біз кәдімгі оқушы, шәкірт, ученик позициясында өзіміз соған сол рөлді беретін болсақ өзімізге, любой нәрседен бізге сабақ алуға болады. Сабақты жақсылап тұрып аламыз, ол кезде прям білім алуға миымыз ашық болады да, иншалла.